Сәлем достар, бүгін көп қойылатын сұрақтарға жауап бергім келіп отыр. Көп қойылатын сұрақтар: карго дегеніміз не, адресті қалай енгіземіз, қайда енгіземіз. Сіздерге түсінікті тілмен айтайын, карго дегеніміз сіздердің заттарыңызды Қытайдан Қазақстанға алып келеді. Енді қараңыздар, Pinduoduo каргоны енгізу үшін, адресті енгізу үшін жеке кабинетке кіресіздер. Мінекей тұр, осын басамыз. Содан кейін мына тұрған белгі бар, геолокацияның, картаның. Осыны басасыздар. Мінекей осында сіздер карго адрес енгізесіздер. Дәл қазір менде өзім жұмыс жасаған карголардың адрестері тұр. Менің қазір соңғы тоқтауым астында тұрған адрес. Осы жерде мына қызыл птичка көріп тұрсыздар ғой. Осыны таңдап, мен осы каргомен жұмыс жасап жатырмын. Егер де басқа карго бұрынғы ұнамай қалып, басқасын ауысқым келсе, мына галочканы аламын да, үстіндегі, мысалы, үстіндегі каргомен жұмыс жасаған кезде галочканы соған қоя салам. Сол кезде сол каргоға келеді маған тауар. Егер де бұлардан басқа жаңа каргоға арқылы тапсырыс бергім келсе, сіздерде мына екінші тұрған батырма бар ғой, соны басасыздар. Мінекей осында жаңа адрес енгізесіздер. Мен қазір жазып көрсетпеймін, себебі әр каргоның адресі әр қалада, әрбір клиентке өзінің жеке коды береді, әр клиент әр қаладан. Сол себепті оны көрсете алмаймын. Дұрыс түсініңіздер. Сіздерге карго өзі код береді. Сол кезде адрес енгізетін кезде тура жаңағы мен айтқан бойынша екінші батырма басып, осында карго берген адресті енгізесіздер. Енді қараңыздар, сіздерде бірнеше карго адресі енгізілген болса, қай каргоға барған білу үшін бірінші мына жерде мінекей қызылмен белгіленіп тұр. Қайсы қызылмен белгіленіп тұрады, демек сол карго арқылы сіздің затыңыз келеді. Оны тағы да білу үшін мінекей бір тауарды баса салайық. Сатып алуды басқан кезде мінекей жоғарыда тағы осы жерде көрсетіп тұрады. Осы жерде қай каргоның адресі көрсетіліп тұрса, демек сіздің тауарыңыз сол карго адресі арқылы келеді деген сөз. Түсінікті ма достар? Сұрақтарыңыз болса пікірге жазыңыздар, мүмкіндігінше жауап беремін. Видео ұнаған болса лайк басыңыздар, тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Pinduoduo'дан басқа да сайттарда бірге үйренеміз, Құдай қаласа.